Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздерге өте тойымды әрі дәмді болып шығатын асқабақ қосылған бәліштің рецептісін ұсынамын. Сіздерге де жасап көруге кеңесімді беремін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті заттардың құрамы: ұн, сұйық май, жылы су, тұз және де қопсытқыш. Олардың нақты мөлшерін төменге описаниеге жазып кететін боламын. Алдымен ыдысқа жылы суымызды құямыз. Артынша сұйық майды құйып, тұзды салып, азғантай араластырып аламыз. Содан кейін қопсытқышты салып және де ұнды салып жұмсақ қамырлейтін боламыз. Кейін қамырды целлофанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа тындырып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Бізге асқабақ, картоп, пияз және де тартылған ет қажет болады. Барлығын осылайша 4-3 етіп, яғни көбіктеп тураймыз. Мінекей біз барлығын турап алдық. Артынша тартылған етті салып, кейін дәміне қарай бұрыш, тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз жарты сағат тынып тұрды. Енді қамырды екіге бөлеміз. Бұл бізде бәліштің астыңғы жағына және үстіңгі бөлігіне кететін болады. Енді қамырдың екеуінде оқтаудың көмегімен жұқалап жайып шығамыз. Қамырдың үстіне дайындаған салманы саламыз. Содан соң екінші қамырды да жайып, салманың бетіне жабатын боламыз. Енді қамырдың екі шетін қолымызбен осылайша жабыстыратын боламыз. Шет жақтарын осылайша әдемілеп қойсаңыздар болады, бірақ бұл міндетті емес. Пирогтың іші жақсы пісіп шығуы үшін пышақпен қамырдың үстіңгі бөлігін осылайша кесіп қоямыз. Пирогтың бетіне бір жұмыртқаны осылайша жағып шығамыз. Үстіне қалауыңызша мак, кунжут сеуіп қойсаңыздар болады. Қызып тұрған пешке 180 градуста 1 сағатта пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің етті бәлішіміз дайын болды. Бұл тағам өте тойымды әрі дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Отбасыңызға 100% ұнайтынына сенімді айтамын. Себебі бір жегеннен ақ дәміне өзіңіз ғашық боласыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Себебі алда сіздерге ұнайтын көптеген дәмді тағамдармен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.